өз қолымен жасап берді. Ал енді ашайық. Мынау анасы, оның ыстырғасы өте әдемі. Мынау моншағымен ол күнде жұмысқа барады, немесе бір жаққа әкесімен барып жүреді. Мынау әкесінің жейдесі. Шалбармен ол өзінің атымен жауға барып күреседі. Ал мынау кішкентай сәбие. Ол бесікте жатқанда ұнатады. Ол түнде ұйықтайды. Мынау бесігі. Ол бесігінде түнде ұйықтайды. Ол ыңғайлы және бөпеге ұйқы береді. Мынау көрпесі. Әкесіне анасы жатады. Мынау жастықтары. Жұмсақ. Мына жері оның жататын осындай көрпелері. Жұмсақ. Нәрік. Тез күзді апамыз тігіп берді. Оның астында өздерінің кроваттары жатады. Мынау сандығы. Оның ішінде анасының өзінің осындай моншағы бар. Мынау әкесінің белдігі. Әкесі белдігін жауға барған кезде киеді. Мынау қанжары. Осымен жауға барған кезде төбелеседі. Мынау гүлі. Мынау қазақ үйде домбыра болу керек. Мынау домбырасы. Мынау кілем. Мынау тамақтары. Осы тамақтармен қазанға қояды. Жатыр мұныма. Олар өште күнде тамақ істейді. Олар өшінде күнде тамақ істейді. Мына дастарханда тамақ ішеді. Қымбаттым міне саған гүл. Рахмет. Қайда қоям? Мынау әкесінің аты. Ол су жеп жатыр. Демалып. Мына жиректері, бұқасы. Олар да шөп жеп жатыр. Әкесі. Тамақы. Күші күріш пісіпті. Отырып тамақтанайық. Қандай дәмді. Міне осындай әкеміз анам жасап берген қазақ үй. Кездескенше.